Саламатсыздар, құрметті достар, әріптестер. Сіздермен бүгін Жұмабек. Бүгінгі бейнетаспада сіздермен OneTrade компаниясымен қалай танысқаным жайында және осы компанияның қандай мүмкіндіктері бар жайында ғаламторда табыс тауып жатқан азаматтарға арнайы жазып отырмын. Айта кеткенде, мінекей бүгін Құдай қаласа OneTrade компаниясы істеп жатқаныма 2 жеті болды. 2 жетіншісінде нәтиже қандай? Соны көрсете кетейік. Негізі бұл компания Arbicor деген компания болған. 5 ай бұрын жұмыс жасады. 5 айдың ішінде комьюнити дейді ғой. Жаңа инвесторлар, дүние жүзінен қатысқан инвесторлар. Тек қана біздің СНГ бойында емес, дүние жүзінен қатысқан инвесторлар 5 айда $20 миллион инвестиция құйды бұл компанияға, Arbicor-ға. Басында 5 ай бұрын осындай оборот жасалған. Бірақ ол компания сол 5 айдың ішінде $80 миллион кісілерге табыс ретінде таратты. Яғни бұл жайында не айтамыз? Бұл жайында айтатын нәрсе, хайп болса, бұл компания 20 миллионның 10 миллион тараттады да жабылып кетіп қалады. Жоқ, олай емес. 80 миллион, 4 есе көп ақшаны халыққа таратып берді. Бірақ жаңағы бүгінгі күні рестарт болып, Arbicor OneTrade деген атымен өзгеріп, OneTrade'пен атын өзгертіп, бүгінгі күні жұмысын қайтадан бастап кетті. Менің осы компания істеп жатқаныма 10 июньнен бастап істеп жатырмын. $100 салдық, жаңағы тексеріп көрдік. $100 салған кезде менің негізгі Arbicor-ға салған ақшам $3600 болса, соның ақшаны я болмаса жаңағы кнопканы басып, батырманы басып, ақшаны аламын десең, 14 айдан 14 ай арасында жаңағы салған ақшаңды менікіні $3600 алуға мүмкіндік болды. Ол деген үлкен уақыт. Сол себептен біз бұл компанияны жұмысты жалғастырып, ақшаны шығаруға сонан кейін тексеріп көрейік деп 10 июнь күні, шілде күні мен бұл компанияға $100 салдым. Үстінен $40 бұрын салған ақшадан разморозить етіп $140 жұмыстап кетті. Бір күндік табыс 2,80%-тен 3,37%-ке дейін беріп тұрды. Кешегі табыс мүлдем керемет. Кешегі табыс 4,30% табыс берді. Кеше таң қалдым өзім негізі. Көрдіңіздер ме? Сөйтіп мен бұл компанияға бір күннен кейін 100-дің үстінен тағы да 400 салдым, 500 болды. 500-дің үстіне жаңа 40% разморажить еткен кезде $740 жұмыс істеп тұрды. $740 айта кеткенде күніге $24 табыс әкелді. Айта кеткенде көріп тұрсыз ба? $24 табыс әкелді. Міне мен көрсетіп отырмын. 100-ден міне бастады деп отырмын. 100-ден бастады. Вот айта кеткенде міне $100 бастадық. Міне $100 бастадық. Көріп тұрсыздар ғой да? $100 бастадық. Кейіннен $400 қосылды. Кейіннен тағы да қосылды. Міне $160. Не осылай біз ақшаны қоса бердік негізі. Сөйтіп $500 қосқан кезде күнде $24.80, міне $24.80, $24.92, $24.98, 13-4-те, 14-те, 5-те, 15-6-да сондай сумманы алып шығарып отырдым. Кейіннен 2 адам жазылды, $57 партнерка алдым. Содан кейін мен өзім жаңағы шешім қабылдап $1000 қылдым елді. Сөйтіп мен $203 қосып едім, тарс ет $1000 болды. Сөйтіп 28-ден $30 шығып кетті табыс. $30 шығып кетті, кейін $30 мен ақырында кеше рекорд жасадым. Кеше рекордым $46 болды. $46 болды. Міне уже сағат 5 болды бүгін, 27-сі бүгін, міне $36 шығып кетті. Жаңағы алдында $36 счетында тұр еді, міне бұл доллар уже шығып кетті. Обналить едім. Міне счет шығып кетті. 36.06 дейді, көрдіңіз ба? Міне 36.0645 қой. Астында уже бұл ақша менің Binance кошелегіме кетіп қалды. Көрдіңіз ба?
Енді қараңыз, айта кеткенде 1000 доллар жұмыс істеп тұрды. Так, 25 күні 30 доллар шықты ма? Бұл жаңағы 6067-тен шыққан ақша, 6069-дан шыққан ақша. Кешірім сұраймын, 1069-дан шыққан ақша. 1000 доллар 69, 1069 доллардан 30 доллар ақша шықты. 30 доллар ақша шықты 25 күні. Сағат 3-те. 20 доллар ол партнерская программа бойынша чек от чека. Бүгін күні 23 доллар жұмыс істеп жатыр. Оборотта біздің командада содан жаңа чек от чекана 20 доллар шықты. Яғни 25 күні 50 доллар ақша шықты. 51 доллар дейгі ақша шықты. Ал енді кеше 60 доллар шықты. Яғни 26 күні 60 доллар шықты. 46 доллар бір шықты. Жаңағы 1069 доллардан процентке шаққанда 4,30% шықты. Ал керек болса. Керемет шығын болды. Жаңа табыс болды. Енді сетевой вывод деген, ол деген партнерский программа. Чек от чек 14 доллар. Яғни екеуін қосқанда бір күнде 26 күні кеше 60 доллар шықты. Бүгін енді тағы да 36 доллар шығып тұр. Бүгін көрдіңіз бе? Қандай? Бір сумма 1069 доллар. Табыс екі түрлі. Біресе 46 кеше, бүгін 36. Неге? Яғни қанша компания бүгін табады, нақты сол ақшаны көрсетеді. Яғни бұл шынайы көрсеткіш көрсетіп отқан көрсеткіш түсінікті ойда. Міне осыны айтқым келіп отыр, осыны көрсеткім келіп отыр. Обновлять етейік тағы да бір рет. Міне көрдіңіз бе? 36 доллар жоқ уже. Неге? Өйткені ол кошелек шығып кетті. Мен сразу көрсете кеткім келіп тұр осы кезде сіздерге. Мінекей Binance'ға кірсек, обновлять етсек, ақша жоғады бұл жерде счетта. Қазір шығуға тиісті. Әлі үлгермей шығып, 2 минуттан кейін шығады негізі. Күтейік, да? 2 минуттан кейін шығады, көреміз. Сол кезде көрсетеміз. Яғни ары қарай кеттік. Енді мына меню 3 счетчиканы бастық, сызышқаны менюға кірдік. Төмен түсеміз. Сетевая программаны бассақ 17 доллар шығып тұр. Бұл ақшаны әлбетті түрде қолмен шығарамыз. Жаңағы 36 долларым автоматически шығады. Өйткені Binance'тың кошелегі Web20 байланып қойған. Кабинетке байланып қойған. Яғни автоматтық түрде ол сол Binance кошелегінен шықты деп айтайық та. Қазір 1-2 минуттан шығады. Ал мынаны қолмен шығарамыз. Яғни вывод басамыз. Кейінен USDT тонды Web20 басамыз. Сол максималканы басамыз 17 доллар 17 цент. Енді Binance'ға кіреміз. Binance'дан кошелекті алайық. Ол үшін біз не істейміз? Активті басайық. Так. Бұл жерде біз Web20-та Binance'дан алымыз керек. Ол үшін біз қазір міне добавить средстваны басамыз. Внести активті басамыз. USDT-ні басамыз. Сөйтіп мінекей Smart Chain Web20-ті басамыз да мына көшіреміз. Мына біздің кошелек. Көшіреміз да бұл жерден шығып неге барамыз? Өзіміздің кошелекке барамыз. Біз 17 доллар шығарамыз. Бұл жерге қоямыз да вставить дейміз. Енді бізге двухфакторный защита бар емес па? Соған барамыз да соны көшіреміз. Мінекей бұл жерде қазір өтсін, жаңасын RB Core-ды басамыз да, қайтадан шығамыз да. Двухфакторға қоямыз. Вывести-ді басамыз. Ознакомленді басамыз. Сөйтіп, ақшамыз біздің кетті 17 доллар. Көрдіңіз ба? 2 минутта түседі. Алғашқы ақша уже түскен шығар 36 доллар, 17 доллар. 1-2 минутта түседі. Қайтадан шығамыз да. Binance'ға қайтадан кіреміз да. Бұл жерден шығайық. Binance'ға қайтадан кірдік. Шығамыз. Активті бастық. Мінеке, 53 доллар деген ақша қайдан келген ақша. Қазір айты кеткенде, ол ақша міне. Басамыз. Бастап. Міне сіздерге айтқандай, бірінші 36 доллар шықты, 27-сі бүгін міне. 5-09, 5-11, яғни 2 минут аралары.
$36 бір шықты, $17 бір шықты. Бұл жерде ақша жоқ еді, $53 бір күнде шықты. Бұл менің бірінші аккаунттан шыққан ақшам. Екінші аккаунттан тағы да сондай ақша шығып тұр. Оны қайдан білеміз? Қазір сіз көрсетемін. Бұл жерден тағы да добавить басамыз, вывести актив басамыз, кошелек USDT-ні басамыз, мынаны басамыз. И кошелектің AWF-20 адресін аламыз да. Екінші кошелек, мына екінші аккаунттың кошелегінде міне отправить басамыз, $10 бұл жерде шығып тұр. Бұл жерде қоямыз. Бұл жерден қоямыз, бұл жерде максималканы басамыз. Далені басамыз да $10 жаңа сумаға қосамыз. Яғни бір күнде менің екі аккаунтымнан, құдай қаласа, міне $60 ақша қайтадан шығып тұр. Мінекей ақшаны шығардым. Бұл менің SafePal кошелегімнен екінші аккаунттың ақшасы. Оны біз тағы да жаңағы Binance'қа шығардық. Бір жерге жинап қоямыз. Қажеттігімізге сосын жұмсаймыз. Яғни 53 емес $63 табыс бір күнде бір компаниядан шығып тұр. Осында менің бірнеше компаниям бар. Енді бұл менің бірнеше корзинаға жинады ақшаны. 3-4 корзина болған дұрыс. 5-6 да бола береді. Негізі надежный деген сенімдігі, нақты сенімді компанияларға ақшаларды салып қоямыз. Егер де бір компания жаңағы ақсаңқырап қалса, басқа компаниялар сізді табысқа әкеп тұрады. Сол себептен бірнеше корзина болады. Мен сіздерге бүгін сол бір корзинам, яғни OneTrade компаниясынан бір күндік табысым $63 көрсетіп отырмын. Күнде кеше орысша жазып көрсеттім, бүгін қазақша жазып көрсетіп отырмын, достар. Енді бұндай табысты табу үшін сіздер өздеріңіз осы компания жайында ақпаратты тексеріп, жан-жақты тексеріп, отзывтарды адамдардың естіп, тыңдап, қарап, сонан кейін өздеріңіз шешім қабылдаңыздар. Әрбір адамның шешімі дұрыс, себебі ол жаңағы саналы түрде өзінің шешімін қабылдап, бұл компанияға ақшасын салады. Мен солай өзім, маған осында жол бар деп айтты кезінде, Арбилкорға кірдім, ақшаны салдым. Міне бүгін күні OneTrade компаниясында жұмысымды жалғастырып жатырмын. Кейбіреулер жаңа ақшасын күтіп отыр, алам деп 14 ай. Кейбіреулері мен секілділер шешім қабылдап осы компаниямен өзінің жұмысын жалғастырып, команда құрып, табыс табуға әрекет жасап отыр. Мен де сол адамдардың бірімін деп айтқым келіп отыр. Мінекей OneTrade компаниясы осындай мүмкіндікті бүгін беріп отыр. Айта кеткенде мен $6.38. Бұнда еще партнерская программа бойында табыс көзі бар. Оны мен әлі шығарған жоқпын, себебі бұл $10 болғанда шығараламын. Бұл енді партнерский программа. Менің адамдары команда құрылып кетті. Бүгін күні, айта кеткенде, бүгін күні бұл компанияда қазір бір минут. Бүгін күні, қазір айтайын, $23,000 ақша жұмыс жасап жатыр. 75 адам командаға кірді. Әртүрлі суммада инвестициялар жасап жатыр. Міне, баса берсеңіз көріп отырасыз. Міне, $1,000, $182, $2,700, $2,300, $1,700, $1,000, $690, $500. Осылай кете береді. Айты кеткенде, міне, мына деңгей бізде қазір айтсақ, қай деңгей? 4-6. Ал енді 7-9 деңгейді қарайық. Тағы да солай. $1,000, $500, кете береді. Ортақ соммасы $23,935 құрайды. Осы адамдардың бәрі не істеп отыр? Табыс тауып отыр. Сол адамдардың табысынан команда құрған адам, егерде мен секілді команда құрып жұмыс істесеңіздер, яғни 5% чек аламыз. Жаңа $17 сол ақша. Күнделікті шығып отқан ақша $17, 5%. Ал өзіңнің салған суммаң жаңағындай қандай сумма саласыз, сондай табыс көресіз. $1,069. Шынайы компания ма? Мен өзім ойлаймын шынайы деп. Неге? Себебі осы суммаға $1,069-ға
кеше $36 шықса, бүгін, кеше $46 шықса, бүгін $36 шығып тұр, например, айта кеткенім мысалға. Мінекей, осындай жағдай. Бірден, екіншіден айта кеткен тағы да, USDT стейблкоин, бағасы өзгермейтін криптовалютамен жұмыс істеп жатса, бүгін күні 3 күн бұрын биткоиннен адамдар ақша салды. Оның табысы 5%. Кеше $40,000 бір азамат салыпты, 0,6 биткоин. Күнделікті табысын тексергенде 3 күн бұрын салған ғой. Күнделікті табысы 5% күніге шығыпты. Негізі 3,7-тен 4,7-ге дейін деп айтқан, бірақ 5% табыс күнделікті биткоиннан шығып тұр. Бірақ биткоинға салатын сума $6,000 кем болмау керек. Бізде пока ондай әзірше мүмкіндік жоқ. Сол себептен біз USDT-мен жұмыс жасап жатырмыз. Бірақ табысымыз 2,80-нен 4,30%-ке дейін тек қана USDT-мен ғана тауып отырмыз. Оған да тауба, ол да үлкен мүмкіндік. Осындай мүмкіндікті бүгін осы компания беріп отыр. Мінекей, топ жарған лидерлеріміз қазір бір жеті болды. Черногорияда дем алып жатыр. Черногорияда компанияның атынан дем алып жатыр. 200 адам. 1 миллион евро ақша жұмсалды. Августа Турцияда, Анталияда дем алуға қазір дайындалып жатыр команда. Осындай оборот жасап жатыр. Бұдан да мықты обороттар бар. Тағы да сондай 200-ден астам адам, одан да көп болады деп айтып жатыр. Турцияда дем алады деп жатыр. Сол себептен біз қазір қол тұрып ұстап осы жұмысқа кірісіп кеттік. Сіздермен болған эфирде Жұмабек. Келесі кездескенше күніміз жақсы болсын.